Сәлем достар, сіздермен бірге мен мәлімет алмас. Бүгін мен сіздерге адам емес, кино емес, ойынға видео түсіремін. Мен бүгін сіздерге Hello Neighbor, яғни қазақ тіліне аударғанда сәлем сосед, сәлем көрші ойыны жайлы айтатын боламын. Видео бастамай жатып арнаға тіркеліп, видеоға лайк басыңыздар. Бұл мен үшін үлкен қолдау. Сәлем көрші, танымал ойындардың бірі. Ойынға өз басым 10-нан 9 деген балл беремін. Графика жағынан да ойында проблема жоқ. Сюжет өте қызықты. Қазіргі таңда бұл ойынның жалған көшірмелері өте көп. Бірақ Hello Neighbor ойыны өз рейтингін әлі күнге дейін ұстап тұр. Бірақ сіздер неге 10-нан 9 балл десеңіз, просто іш пісіп кетті. Десең, просто көршіге ұстап қала бердім. Ойынның бірінші бөлімі 8 маусым 2015 жылы жарық көрді. Бастапқы кезеңде, яғни 2017 жылы ойын Xbox One Windows-қа шыққан болатын. Мен ол кезде телефонмен сәлем көрші ойынын ойнауды армандайтынмын. Біз күткенде 26 желтоқсан 2018 жылы iOS, Android, PlayStation 4-ке сәлем көрші ойыны жарық көрді. Ойынның жанры хоррор. Ойын ішіндегі тілдер ағылшынша, орысша, французша, итальянша және немісше. Сәлем көрші ойыны сонымен қатар тоқтамай әлі күнге дейін өз жалғасын жалғастырып жатыр. Тек қана сәлем көрші 1 емес, 2 де бар. Сәлем көрші 1-дің сюжетінде бала терезеге барып, сәлем көршіні сол кезден бастап жоқ болып кеткендей болады. Ал екінші бөлімде ол баланың өскенін, яғни сол баланың өскенін көрсетек болды. Достар, мен видеоны аяқтаймын. Келесі видео шығамын дегенше лайк пен подписацияны пытырлатып басайық. Ал енді сау саламатта болыңыздар.